Қазақ өркениеті, қазақ халқының ұлттық мәдениеті. Арма қадірменді тыңдарман, сіздерді қазақ өркениеті хабарын тыңдауға шақырамыз. Әр халықтың өзіне тән басқаларды қайталанбайтын қасиеті болады. Қазақтың қанына сіңген қасиетінің бірі қонақ жайлылық. Қазақ бұрыннан өзі аш отырса да, балаларына бермесе де, бір асым етін ең дәмді тәттісін қонаққа сақтаған. Шешелері де қыздарын жас кезінен бастап, қонақтың үлесін сақтап қой, біреу келе қалса ұятқа қалма деп үйретеді. Күйеуге шыққан қыздар бұл ақыл кеңесті сақтауға тырысады. Бұрынғы кезде ата-әжелеріміз кім келсе де қадірлі қонақ болсын, тіпті танымайтын құдай қонақ болса да қойын сойып, ақ дәмін ұсынып құрметтеген. Қонақты сөзбен ғана тойғыза алмайсың деп үйдегі барын жайып салған. Халық қонақтарға сынмен қараған. Құтты қонақ келсе қой егіз табады, құтсыз қонақ келсе қойға қасқыр шабады деген мақал соны көрсетеді. Бұрынғы қазақ өзінің қадірлі қонағына кетерде ат мінгізіп шапан жапқан. Бұл халқымыздың қолының ашықтығын, қонақты құрметтейтінін көрсетеді. Сондай-ақ қазақ халқы той болғанда әрине бағалы сый, ал жай қонақтарға азғантай болса да сыйлар ұсынысқан. Яғни қонақ үй иесіне, ал үй иесі қонағына тарту еткен. Бұл халқымыздың өзіне бір пайда табу тілегі болмағанын, орамал тон болмайды, жол болады деген мақалға сай, тек сыйлар адамдардың бір-біріне сыйласуға жол болатынын білдірген. Халқымызда қонақ туралы келгенше қонақ ұялады, келген соң үй иесі ұялады, немесе қонақ қойдан жуас, не берсең де жей береді деген сияқты өмірден алынған нақыл сөздер бар. Қазақ кез келген қонағына мал сойып бермеген, бірақ қонаққа деп әрқашан сыбаға сақтаған. Ал қадірлі қонаққа мал сойылғанда, сойышы қонақтан алақанын жайып бата сұрайды. Қонақ бата береді, ал бата әртүрлі мазмұнда болады. Мысалы, бата бердім, бақ тіледім, ақ дастархан басына, көңілің көлдей болып, қыдыр қонсын басыңа деген сынды өлең жолдары сияқты баталарда бар. Осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз, қадірменді тыңдарман. Келесі хабарымызда тілдескенше сау саламат болыңыздар.